Сәлем достар. Бүгін мынадай браслетті жасайтын боламыз. Ал кеттік онда. Алдымен менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Мынадай браслетті жасау үшін бізге 4 мм жемчугіміз қажет болады, 4-5 мм хрусталь тасымыз, бисеріміз қажет болады. Ине, жібіміз қажет болады. Ал кеттік онда. Инемізге 6 жемчуг өткізіп аламыз. Жібімізді байлап аламыз. Мен ұшмамыш байлай беремін, сіздер 15-20 см қалдырасыздар. Ол біздің мені қалдырасыздар, ол бізге мына шетінен карабин тағатын ілмек жасауымыз үшін қажет болады. Міне, байлап алдық. Енді келесі бірінші тұрған жемчугымыздан өтіп, түйінді ішіне кіргіземіз. Кейін 4-5 мм хрусталь тасымызды аламыз. Дәл ортасына өткізетін боламыз. Енді бір бисер аламыз. Гүліміздің ортасына бұлай бисерларымызды өткізіп шығамыз. Осы жерде міне бисердің арасынан да өтетін боламыз. Енді бисерімізге, инемізге 3 бисер алатын боламыз. Жібіміз жоғарыдан шығып тұр, біз төменнен жоғары қарай бисерден өтеміз. Жемчугтан және келесі бисерден өтетін боламыз. Бір, екі, үш. Енді осы жерде жібіміз жоғары жақта әдеттегідей төмен жақтан жоғары қарай өтетін боламыз. Бисерден өтеміз.
Міне, барлық жапырағын жасап шықтық гүліміздің. Енді осы жерде жапырақтың төменгі, міне, жанындағы және жоғарыдағы екі бисерден қатар өтетін боламыз. Бұл келесі қатарға өту үшін бізге қажет. Екеуі ортақ бір жапырақ. Осы жерде біз қайтадан 6 жемчуг алатын боламыз. Енді осы жерде бисерден өтетін боламыз. Бисерменен келесі жемчугтан өтетін боламыз. Хрусталімізді аламыз. Және әр гүліміздің арасынан бисерімізді өткізіп шығатын боламыз. Міне, әрқайсының арасынан бисерларын өткізіп алдық. Міне, ең соңғысына келдік. Дағы соңғы бисерімізді алдық. Осы жерде өтіп жатып, бисерден де өтетін боламыз. Міне, соңғы бисерімізді де өттік. Енді дәл мына жақтағыдай қайталана береді. 3 бисерімізді аламыз. Жібіміз төмен жақта, жоғарыдан төмен қарай өтетін боламыз. Осы жерде жемчугтан, бисердан тағы өтеміз. Тағы да 3 бисерімізді аламыз. Жібіміз төмен жақтан, жоғары жақтан, жемчугтан, бисердан өтетін боламыз. Дәл осылай мына жерден айналып өтіп кетеміз. Бұл жерде қосылмаймыз. Міне, 3 бисерімізді алдық. Бисердан, жемчугтан өтетін боламыз. Бұл жерде біз жапырақ жасамаймыз. Себебі мына жақтағы алдыңғы гүліміздің жапырағы екеуіне ортақ болады. Мына жерден өтіп кетеміз да, қалған екеуіне де дәл осылай жасаймыз. Сөйтіп, мынаған қайтып келіп, мына бисерімізге қайтып келіп, айналып келіп, мынаған келеміз. Осы жерде қайтадан 6 жемчугымызды алып, өзімізге керекті ұзындық пайда болғанға дейін өсіре береміз. Осыменен мастер-классымыз аяқталды. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге үлкен рахмет. Істеріңізге сәттілік. Лайк басуды ұмытпаңыздар.